Шыңғырлау ауданында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты ережесі жекпе-жектен 3 дүркін әлем чемпионы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Ардақ Назаров пен ұлттық сананы қалыптастыру мықты мемлекет негізі тақырыбында кездесу өтті. Бұл ережесі жекпе-жектің хас шебері, әлемнің 3 дүркін чемпионы, әлем кубогының егері, Еуропа және Азия біріншіліктерінің жеңімпазы Ардақ Назаровтың облысқа 3-ші мәрте келуі. Соңғы уақытта жастар тәрбиесімен айналысып, оларға бағыт-бағдар көрсетіп жүрген чемпион бұл жолы Шыңғырлау ауданына арнайы ат басын бұрды. Алдымен аудандық дене шынықтыру сауықтыру кешенінде жергілікті спортшылармен жүздесті. Кейін мәдениет үйінде жастармен, оқушылармен, ұстаздармен дидарласты. Өзінің өмір жолынан сыр шерткен чемпион ата-бабамыздың даналығы мен ерлігі, ұлттық салт-дәстүр, имандылық, адамгершілік тақырыбында тартымды әңгіменің тиегін ағытты. Қазіргі жастардың пайым парасаты, болмыс бітімі және өскелең ұрпақ кімдерге қарап бой түзеу қажеттігі жайында ойға қонымды пікірлер айтылды. Айтуынша, адам қандай жетістікке жетіп, биікке шықса да, адамгершіліктен аттамауы керек. Күшің тасып, әлсіздерге әлімшеттік көрсеткенше, рингке шығып, еліңнің атын шығар. Осыны айтқан Ардақ Назаров жиылған жастарды уақытты босқа өткізбей, спортпен айналысуға, үнемі ізденіп білім алуға және әрдайым ата-ананы құрметтеуге шақырды. Халықтың ықыласына рахмет. Әжем марқұм айтып отыратын халықтан айналайын деп. Сондықтан халықтан айналайын, халық аман болсын. Халықтың ішінде небір қазына да бар, халықтың ішінде небір даналар да бар. Сол даналарды, қазыналарды қалқып алып даналарды шығару, ол ұстаздардың, азаматтардың міндеті. Сондықтан қазақ еліне тек қана береке болсын, ешқандай қиындық болмасын. Осы тәуелсіздігімізді қорғайтын жастарымыз көп болсын, сол жастар тәрбиелейтін азаматтар көп болсын деген білет.